Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құран деген енді керемет кітап қой. Енді мен жалпы өзім әке-шешеміз мұғалім кісілер болғаннан кейін ба кітапқа өте жақынмын, кітапты жақсы көремін. Бірақ мен өмірімде Құран сияқты көп оқыған кітабым жоқ. 30 жылға жақындапты, әлі шаршамадым. Тек қызығушылығым арта берді. Енді Құранның ішінде өте көп деген мағлұматтар бар. Әлемге байланысты, адамға байланысты, әдепке байланысты, ғибадатқа байланысты, дүниеге байланысты, дінге байланысты, денсаулыққа байланысты. Яғни өте көп деген мағлұматтар бар. Оны білген сайын адамның танымы да кеңейе түседі. Бірақ енді Құранның қысқаша негізгі талабын айтып кетейінші. Құранның негізгі талабы адамға қойылып тұрған. Ол бір ғана Аллахқа ғибадат жасау болып табылады екен. Аллахтан бөлек дүниеге, яғни жаратушы бір ғана Аллах қой. Жаратылыстарға құдайлық қасиет бермеу, бір ғана Аллахтың құдіретін мойындау. Сонда Құранда мынандай аяттар келеді: "Уама халақтул джинна вал инса илля лиябудун." Аллах айтады: "Мен жындар мен адамды өзіме ғибадат жасаулар үшін жараттым" дейді. Аллах танысаң, ғибадатқа құмартасың. Екінші, және бір аяттарда келеді: "Валақад баъасна фи кулли умматин расулан ан яъбудуллаха вajtanибут тағут." Біз бүкіл халыққа пайғамбар жібердік дейді, бір ғана Аллахқа сыйынып дейді, Аллахтың қатарында сыйынған нәрселерінен тоқтатулары үшін дейді. Аллах бізді өзіне ғибадат үшін жаратқан екен. Пайғамбарлар сол бір ғана Аллахтың ғибадатқа лайықты екенін түсіндіру үшін келген екен. Осы Құранда осы аяттар түсінген кезде мұсылман баласының аузын толтырып айтатын сөзі не болады? Ияка нa'буду ва ияка настаин. Я жаратушы Алла, саған ғана ғибадат жасаймын. Я жаратушы Алла, сенен ғана жәрдем сұраймын дейді. Негізгі талап осы. Ал енді осы түсінген болатын болсақ, негізгі талабын, онда пайғамбарымызға не уәде етеді? Пайғамбарымыз айтты: "Ман мата, кімде-кім қайтыс болса." Енді өзекті жанға бір өлім ғой, ешкім мәңгілік емес қой. "Вала юшрику биллахи шай'ан." Өзінің Раббысы Аллах Тағалаға еш нәрсені ортақ етпеген болса, Аллахтың қатарында өзге нәрсеге сыйынбаған болатын болса, періште, пайғамбар, әруақ, әулиеге сыйынбаған болатын болса, дахалал жанна, ол адам жәннатқа кіреді дейді. Өйткені бұл Раббысын таныған адам дейді. "Уаман мата юшрику биллахи шай'ан дахалан нар." Ал енді кімде-кім қайтыс болған болатын болса, Аллахқа серік ортақ қылып, басқа бір жаратылысқа құдайлық қасиет беріп, онда ол адам тозаққа түседі дейді. Сонда негізгі Құранның ішінде көп мағлұматтар бар, бірақ негізгі мағлұматы сол Алланың хақысын адамдарға үйрету екен.